Сәлем достар. Хай. Ағылшын тілін оңай және тез үйрену каналына қош келдіңіздер. Бүгін present perfect деген қандай шақ екенін қарастырып өтейік. Present perfect дегеніміз жалпы өткен шақтағы болған іс-әрекетті осы сәтпен байланыстырып және жаңа ғана өтіп кеткен іс-әрекеттерді білдіру үшін қолданылады екен. Ал енді мысалға we have discussed the present perfect. Біз жаңа ғана present perfect'ті талқыладық. Яғни біз жаңа бірінші слайдта айтып кеткен present perfect'тің іс-әрекетін, қандай іс-әрекетті білдіретінін айтып кеткенімізді осы сәтпен байланыстыру үшін have discussed, яғни we have discussed деп present perfect'тің шағында сөйлем құрастырып айтамыз. Ал енді present perfect'ті қолдану үшін біз екі ережені есте сақтаймыз. Ол дұрыс етістіктер мен бұрыс етістіктерді қолдану. Яғни ағылшын тілінде дұрыс етістіктер бар және бұрыс етістіктер бар. Дұрыс етістік деп отырғанымыз етістік ed жұрнағымен жалғанатын етістіктер. Ал бұрыс етістіктердің өзінің 3 түрі бар. Ол қандай етістіктер? Мысалы, go, went, gone. Яғни бізге present perfect жасау үшін gone деген 3-ші формасы керек. Ал енді мына формулаға қарайық. Subject plus have has plus third form of the verb and the ed. Яғни жекеше түрде I, you, we, they, subject, яғни бастауыш. Осы бастауыштардан кейін біз have деген көмекші етістікті қолданамыз. Ал енді үшінші жақта жекеше түрде he, she, it болғаны кезде біз has деген көмекші етістікті қолданады екенбіз. Ал енді осы етістіктерден кейін біз бастапқы негізгі етістіктердің үшінші формасын егер бұрыс етістік болатын болса, немесе ed жұрнағын қосып сөйлем құрастырамыз. Ал енді сөйлем құрастырып көрейік. Subject plus have has plus third form of the verb. Яғни осы формула бойынша сөйлем құрайық. I have read the book. Мен кітап оқыдым. Яғни мен өткен шақта өтіп кетсе де, бұл кітап оқығаным осы шақпен байланыстырып, осы кітапты оқығаным туралы, яғни нәтиженің айқын екенін білдіру үшін present perfect қолданып тұрмын. I деп отырғанымыз біздің subject, have дегеніміз көмекші етістік, read third form of the verb, яғни етістіктің бұрыс етістіктің 3-ші формасы. Ал енді сұралы сөйлемді қалай жасаймыз? Сұралы сөйлемді осы бастауыштың жанында тұрған көмекші етістіктің көмегімен жасаймыз. Яғни have-ті бастауыштың алдына шығарып жібереміз. Have I read the book? Have I read the book? Have-міз біздің бастауыштың алдында, I бастауыштың алдында тұр. Мен кітап оқыдым ба? Yes, I have read the book. Иә, мен кітапты оқып шықтым. Яғни өткен іс-әрекет болса да, оны осы шақпен байланыстырып отырмын. Келесі. You have bought the car. You бастауышымыз екінші жақ, көмекші етістік have және бұрыс етістіктің 3-ші формуласы. Бастапқы формуласы by. You have bought the car. Сен көлік сатып алдың. Ал енді сұралы сөйлем жасау үшін біз көмекші етістік have-ті бастауыштың алдына шығарып жібереміз. Have you bought the car? Have you bought the car? Сен көлік сатып алдың ба? Сен көлік сатып алдың ба? Have you bought the car? Yes, I have bought the car. Иә, мен көлік сатып алдым. Yes, I have bought the car. Яғни көлік сатып алған іс-әрекет бұл өткен шақта өтіп кетсе де, біз бұның нәтижесінің қазір айқын екенін осы сәтпен байланыстырып, present perfect'те беріп отырмыз. Ал енді келесі мысалда he has broken the window. Үшінші жақ жекеше формада көмекші етістік has және бұрыс етістіктің 3-ші формасы break, 3-ші формасы broken. He has broken the window. Ол терезені сындырды. He has broken the window. Өткен іс-әрекет болса да, оның нәтижесінің айқын екенін осы сәтпен, осы уақытта байланыстырып көрсетеміз. Has he broken the window? Сұралы сөйлемді has-дің көмегімен жасайтынымызды білеміз. Has бастауыштың алдына шығып кетеді. Has he broken the window? Ол терезені сындырды ма? Yes, he has broken the window. Yes, he has broken the window. Ол терезені сындырып алды. Ал егер болымсыз формасын беретін болсақ, No, he hasn't broken the window. No, he hasn't broken the window. Яғни has-дің қасына болымсыз форманың not деген бөлшегі келіп қосылады. He has not broken the window. Яғни has broken деген көмекші етістікпен бастапқы негізгі етістіктің ортасына болымсыз форманың бөлшегін нотта келіп қоямыз.
No, he has not broken the window. Қысқаша, he hasn't broken the window. Жақсы. Келесі. He has won the lottery. He has won the lottery. Ол лотерея ұтып алды. Яғни ол ұтып алған өткен шақта болса да, біз ол туралы қазір әңгіме бастап жатырмыз. Яғни нәтижесі айқын нәрсе. Сондықтан оны present perfect пен береді екенбіз. Сұраулы сөйлем. Has he won the lottery? Has he won the lottery? Ол лотерея ұтып алды ма? He hasn't won the lottery. He hasn't won the lottery. Яғни бұл жерде үшінші жақта has көмекші етістігінің арқасында біз сұраулы сөйлем жасаймыз, және has көмекші етістігінің жанына болымсыз формада not деген болымсыз форманың бөлшегін қойып, болымсыз сөйлем жасаймыз. He hasn't won the lottery. Келесі, the bell has just rang. The bell has just rang. Қоңырау жаңа ғана соғылды. Яғни қоңырау соғылып кетті, бірақ біз оны өткен шақтағы іс-әрекетті осы шақпен, қазіргі уақытпен байланыстырып, present perfect'ті сөйлем құрап айтамыз. The bell has just rang. Қоңырау соғылды. Ал енді осы сөйлемнің сұраулы және болымсыз формаларын комментарийға жаза кетулеріңізді сұраймын. Келесі, he has come home after work. He has come home after work. Яғни he үшінші жақ, көмекші етістік has және дұрыс етістіктің come үшінші формасы. He has come home after work. Яғни ол жұмыстан кейін үйіне келді. Өтіп кеткен шақ болса да, өтіп кеткен іс-әрекет болса да, ол үйіне келіп қойды уже. Келіп қойған іс-әрекетті білдіру үшін біз осы шақпен байланыстыру үшін present perfect'ті қолданып, present perfect'тің көмекші етістігімен біз сөйлемді құраймыз. Ал енді бұл сөйлемнің сұраулы және болымсыз формаларын комментарийға жаза кетіңіздер. Мен сіздерге сәттілік тілеймін. Қош сау болыңыздар.